Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Қайролла Жанбота Ботаұлы. Мен Павлодар қаласы Павлодар технология колледжінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімімін. Және де сертификатталған АФК маманымын. Бүгін мен ерекше балаларға арналған жаттығуларды көрсетемін. Бұл жаттығулар балаларға ғана емес, дене шынықтыру пәнінің мұғалімдеріне, АФК және ЛФК нұсқаушыларына, сондай-ақ ата-аналарға өте пайдалы құрал бола алады. Бейнежазба ашық және қолжетімді түрде. Бірге дамып, денсаулықты жақсартайық. Осы жаттығу иық пен қолға арналған жаттығу. Бізге керегі құрал ол баскетболдық доп. Допты ұстаймыз, басымыздан жоғары ұстаймыз. Қолымыз әрқашанда тік болуы керек. Қане баста. 1, 2, 3, 4. Тағы да 1, 2, 3, 4. Өте керемет. Енді келесі жаттығу. Дәл осылай қаламыз. Допты жоғары көтеру. 1, 2, 3, 4. Тағы да 1, 2, 3, 4. Өте жақсы. Басты назар аударатын нәрсе ол әрқашанда шынтағымыз тік болуы керек. Келесі жаттығу. Оң аяғымызбен сол қолымызды көтереміз. Бастаймыз. Балаға осылай қолымызбен көмек жасаймыз. Ауыстырамыз. Келесі аяқпен келесі қол. Қане. Осылай ұстап тұрамыз. Есінде қалу үшін желеміз. Дәл осылай жаттығуды 2-3 қайталыммен 5-10 рет жасаймыз. Осы жаттығуда бала 4 аяқтап тұрады. Бізге керек құрал ол доп. Допты баланың алдына қоямыз. Қане алмас көрсет. Дәл осы қалыпта 2-3 секунд тұрамыз. Өз қалпымызға келеміз. Тағы да 1, 2. Өз қалпымызға тұрамыз. 1, 2. Осы жаттығуда баланың пресс бұлшық еті мен координациясы дамиды.